Мына мысалды қараңызшы. Балада ақыл бар, өйткені ол ана сорған кезде ішінен питание шығатынын біледі де емшекке қарай жармасады. Енді қараңыз, оның бірінші көрген анасы, бала бірінші анасын таниды. Әкесін емес. Байқайсыздар ма? Балаға анасы келіп жақындай бере ма, ол болды уже аузын аша береді. Мына құстар да ұшып келген кезінде құстар бүйтіп аузын ашады. Өйткені біледі де бір қорек келе жатқанын. Балада ақыл бар, анасының иісін сезетін болады, ше. Кейін жайлап осылай дамып келе жатыр ғой. Енді адамды ажырата бастаған кезінде ол бірінші көргені кім? Анасы. Сөйтеді айтады, мынау екен ғой менің қамқорым. Пана деп айтайық, мына криша дей ма? Осылай айтып көрейікші. Бір мысал қараңыз. Менің панам мынау екен деп ойлайды да. Кішкентай кезінде бала қарын ашса да, не жағдай болса да бірінші кімге жүгіреді? Анасына жүгіреді. Мама деп бір нәрсе болса мамасына айтады. Енді тілі шығып келе жатқан балада қарын ашса әкесіне қарай жүгірмейді ол. Анасына қарай. О да түсінік. Бірінші көргені анасы да ол айтады. Менің панам осы екен ғой деп ше. Сөйтіп, жай ержетіп, мектеп жасына келеді. Түсіне бастайды енді. Қараса 3 жас, 4 жас, мысал үшін. Қараса үйде бір еркегі отыр. Бұл ойлап еді ғой, анам менің панам. Бұл өмірде бұл бар кезде мен ешкімнен қорықпаймын. Бұл любой жерде тұрады деген сияқты ше. Қараса бір еркегі отыр. Бұның панам деп жүрген әйелді де анасын. Әкел, апар деп арып жұмсап, жүгіртіп жатыр да. Сонда ойлайды, о, мынау не де болса, мынау вообще одан да зор біреу болды ғой мынау. Мықты. Жай ауат. Сөйтеді да енді не болады? Мынау менің панам. Әке деген асқар тау деген білесіздер ма? Енді ол бала не дейді? Әкем менің панам. Әкем барда мен ешкімнен қорықпаймын. Әкем барда мен кез келген жетістікке жетем деген сөздер пайда болады балада. Байқайсыздар ма? Көшеде де баланы енді біреумен төбелесіп қалады, не болмаса сәл үлкенде біреу ұрса ше, не болады? Папам айтам. Енді кейбір балдар бар енді. Мамам айтам дейтін. Мамасы бастықтар да. Мамасы бастықтар. Олар үйінде мамасы көп шешетіндер бар ғой. Отырайық деп күйеуін отырғызып қоятындар. Солардың балдары көбінесе мамам айтам деп. Әкесі мықты жігіттер бар ғой. Әкем айтам, сені, папам айтам, осылай. Бұның панасы әкесі болады да. Осылай өтіп бұл мектеп жасы біткенінше, өзімен өзі кеткенінше, осы отбасыда тұрған кезде әке пана, криша. Содан енді қалаға жұмысқа кетіп, өзімен өзі жұмыс істей бастайды ғой. Қараса, әкесі де кейбір шеше алмайтын вопростар бар екен да. Сол кезде енді жұмысында басшылар біреуіне қарайды, қараса, бар, кел, жұмыстан шығарып жіберем, қуып жіберем, кетіріп жіберем, келтіріп жіберем деп біреу отырды. Мынау екен ғой дейді да. Сөйтіп соған жәрбеңдей бастаймыз енді. Әйтеуір соның жағымпаздан, осыған жақсы, айлық алған кезінде әкеңнен бұрын соған шай әперіп, осы менің панам деп. Енді бізде бар нәрсе ғой жігіттер, рас. Жұмыс істей бастайсың, әйтеуір бір пана керек, криша керек. Тірлігін шешіп тұратын да. Сөйтіп бір күні қарасаң, өзің көтерілгенсің, бір жағдайға жетесің ғой, басшы боласың. Қарасаң, креслода отырсың, адамдар саған келіп, басеке, деп келіп жатыр. Бір күн ойлайсың да, қарасаң, бәрін өзің шешеді екенсің. Негізі сен екенсің шешетін бәрін. Сөйтесің да, мен үйтіп жіберем, мен бүйтіп жіберем. Өзің сөйлеп қоясың, мен любой нәрсені шешем, мен деген нәрсе пайда болады. Үстіп жүрген кезде 60 жыл өмірің өтеді жігіттер. Менің мына қазір айтқан 2 минуттық сөз сенің 60 жылдық өмірің. Бір күні қызығын айтайын, негізгі нүктесін айтайын. Бір күні басыңа іс түседі, ауырасың, балаң ауырады, бір қиын жағдай келеді. Сол кезде сен шеше алмай қаласың оны. Сенің баяғы тірлігін шешіп жүрген басшың пенсияға шығып кеткен. Сенің баяғыда панаң болған әке-шешең, қартайған, қаусаған қариялар, сен сөйлеп қоймаса екен, келін сөйлеп қоймаса екен деп олар. Өзімен өзі тыныш отырған адамдар. Қарасаң, сенің тірлігіңді сенен кейінгі ешкім шешіп бере алмайды. Өзің шешуің керек, сенің шамаң жетпейді. Жиған ақшаң, кезінде айтып едің, ақшамен бәрін сатып алам, любойын үйтем, дүние бәрін шешет деп ойлап едің. Шеше алмады. Сол кезде не істейсің сен?
жай шетке шығасында, я Алла, сен екесің шешетін бәрін. Сенсіз бәрібір шамам жетпейді екен. Қараңыз, 60 жылыңыз әркімге сенумен өтеді. Бірақ түбінде сен түсінесің. Алла тағала түбінде саған түсіндіреді. Бәрін шешіп отқан Алла екен. Бәрібір Алладан айналып, Алласыз, Раббыңсыз ешнәрсе шеше алмайтыныңды түсіндіреді Алла тағала. Я Алла, көмектесші. Мынау ісімнің тынуын көмектесші. Өйткені жер бетінде ешкім шеше алмады ғой. Сол кезде сен көзің жетеді Раббың екеніне, бәрін шешіп отқанына. Бірақ түсінсең жақсы. Басыңа іс түсіп, қолыңды жайып, Раббым саған мұқтажбын деп айта алсаң, жақсы. Айта алмай өтіп кетсең. Фирғауын лағнеті өлер шағында Мұсаның Раббысына иман келтірдім деп, ол да иман келтірген. Бірақ ол кездегі иман пайда бермейді. Бірақ көзінің тірісінде менмін деп айтқан. Сол үшін жігіттер, менің айтқым келгені, Құдай бір күні қолыңды бәрібір жайғызады. Жайғызады қолыңды бір күні. Жай өзің.